Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтаманы алу үшін егов.kz порталының басты бетінен сізге жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамтылу бөліміне өтіп, қызметтер тізімінен соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама беру қызметін таңдау қажет. Онлайн сұрау батырмасын басқан соң сізге порталда авторизациядан өту керек. Порталға логин мен пароль арқылы кірейік. Ол үшін телефонға келген хабарламадағы кодты енгізіңіз. Енді мысал ретінде анықтаманы апостильмен алайық. Барлық қажетті жолдарды толтырып, қол қою және анықтама алу батырмасын басыңыз. Ал апостильсіз анықтама алу үшін келесі тәсілдердің бірін таңдау қажет. SMS құпия сөз, электронды цифрлық қолтаңба немесе мобильді электрондық цифрлық қолтаңба. Растау кодын алып, оны енгізіңіз және кодты тексеру түймесін басыңыз. Анықтама алу өтінішіне қол қойылды. Енді анықтаманың дайын болғанын күту керек.